Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге осындай дәмді болып шығатын құймақ рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыз. Жасау жолы өте оңай, өте дәмді болып шығады. Менімен бірге жасап көріңіз. Ең алдымен ыдысқа 2 жұмыртқаны салып, татымына қарай қант, тұз салып, жақсылап венчик көмегімен араластырып ертіп аламыз. Құрамына керекті заттарды мен төменге описанияға жазып қалдыратын боламын. Осылайынан жақсылап араластырып алдық. Енді дүкеннің болмаса үйдің айранын қосып дайындайтын боламыз. Енді осылай араластырып болған соң сұйық май құятын боламыз. Енді жарты шай қасық соданы салып, жақсылап араластырып, алдын ала ұнды електен өткізіп салатын боламыз. Мен електен өткізіп 3 бөлікке бөліп араластырып отырып дайындадым. Егер де ұнды бірден салатын болсаңыздар, барлығын блинчиктеріңіз және құймақтарыңыз дұрыс шықпауы мүмкін. Осылайынан жақсылап араластырып аламыз, ешқандай түйіршіктер қалмас үшін. Үш бөлікке бөліп салып араластырдым. Сонымен қатар менің каналымның алға қарай жылжуына өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Осы видео ұнаса, видеоға лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Ұнды бәрін араластырып, бөліп салып араластырып алдық. Енді үстіне қайнап тұрған суды 3-ке бөліп құятын боламын. Менің каналымда тағы басқа да рецепттер көп. Алдыңғы уақытта мен сіздермен басқа да рецепттермен, дәмді рецепттермен бөлісетін боламын. Енді қызып тұрған тапада осылай араластырып отырып, құймақтарымызды пісіріп аламын. Әр пісірген сайын осылайынан араластырып отыру қажет. Егер де қамырыңыз жасаған өте қою болса, үстіне тағы да қайнап тұрған судан азғандай мөлшерде қоссаңыз болады. Әр бетінің қызарғанша осылайынан араластырып отырып пісіріп алатын боламын. Құймақ жасайтын, құймақ пісіретін осындай тапағыңыз болса, өте жақсы шығатын болады. Әр жасап болған соң осылайынан бетіне сармай жақсаңыздар, құймақтарыңыз өте дәмді болып шығады. Видео ұнаса, менің каналыма тіркеліп, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Осындай дәмді құймақтар, сондай мөлшерден осындай 20 шақты құймақ шығады. Видеоны соңына дейін қарағаныңызға рахмет. Баршаңызға ас болсын.